Hello, peoples. How are you today? Today's lesson, preposition of place. Қайырлы күн балалар, бүгінгі тақырыбымыз орынға байланысты демеуліктер. Exercise 6, where is the ball, look and say. In, ішінде, on, үстінде, under, астында, behind, артында, next to, жанында, in front of, алдында, between, ортасында. Енді осы доптың қайда орналасқандығын толық сөйлеммен жазамыз. For example, the ball is in the box. Бірінші суретте доп қораптың ішінде. Осылай қалған суреттерді жазып шығамыз. Exercise 7. Look at the picture and fill in the correct prepositions. Суретке қарап, дұрыс демеулікті қою арқылы сөйлем толықтырамыз. There is a table. Үстелді табамыз. Үстел тұр, The two chairs. Екі орындық. Демек, екі орындықтың ортасында тұр. Between. There is a table between the two chairs. There is a lamp. Where is the lamp? Lamp. Ненің үстінде? On the table. Осылай балалар дұрыс демеулікті тиісті орынға қойып шығамыз. Vocabulary ordinal numbers. Ordinal numbers бұл балалар реттік сан есім, яғни бірінші, екінші, үшінші осындай сұрақтарға, яғни нешінші деген сұраққа жауап беретін сандарды айтамыз. Енді қараймыз, бірінші болса first, екінші second, үшінші third. Осы үшеуін жаттап аламыз. Қалған сандардың барлығына th жалғап шығамыз. Ол с деген дыбысты береді. Fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, осылай кете береді. Солай жалғасақ, ол уже 5-ші, 6-шы, 7-ші деген сан болып шығады балалар. Бірақ бастапқы үшеуін ол өзгермейді, сол тұрақты түрінде тұрады. Оны тек қана жаттап есімізде сақтасақ болады балалар. Exercise 8. Which floor are the people on? Яғни, мына адамдар қай қабатта? Жақшаның ішінде қай қабат туралы мәлімет бізге жазылған. Енді біз соны сұрақ қойып жауабын жазуымыз керек. Which floor is Tony on? Tony қай қабатта? He is on the 8th floor. Ол 8-ші қабатта деген секілде. Балалар осы қалған ақпаратты да осылай бір-бірімізге сұрақ жауап ретінде жазуымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқаға қарап, сіздерде жазғандарыңызды тексеріп алсаңыздар болады балалар. Next exercise 9, pronunciation. Listen and repeat. Think of more words with the same sounds. Балалар қараңыздар, бірінші кезде TH дегеніміз бізге екі дыбыс береді. Бірінші берілгенде с, six, seventh, eighth, ninth, tenth. Екінші the, these, those, there. Осылай қайта қайталаймыз. Екеуінің айырмашылығы с, the. Exercise 10, speaking, describing location. Look at the picture, ask and answer as in the example. Яғни, мысалға қарап отырып, осы мысалға ұқсастырып дейді сұрақтар қоямыз, және суретке байланысты. Where is the pillows? Яғни, жастықтар қайда? On the bed. Where is the lamp? On the bedside cabinet. Where is the vase? On the bedside cabinet. Осылай әр затты қайда тұрғандығын сұрақ қою арқылы жазып шығуымыз керек балалар. Exercise 11, listening. Яғни балалар бұл негіз тыңдалымға байланысты тапсырмалар. Listen to the James describing the room in exercise 10. He makes two mistakes. What does they correct them? Дейді. Яғни, 10-шы жаттығуға қараймыздағыны. Сол жерде бөлмесін сипаттады, сол жерде екі қатені табуымыз керек дейді. Мен сіздерге балалар дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сол дұрыс нұсқасын жазып алсаңыздар болады.